Білім алушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы арнайы білім берудегі технологиялар. Жоспары арнайы білім беруді ұйымдастыру формасы. Келесі арнайы білім берудің ұстанымдары, әдістері, сабақтарға қойылатын әдістемелік талаптар. Келесі арнайы білім беру ұйымдарындағы оқыту ерекшеліктері. Түзету педагогикалық процесінде арнайы оқыту принциптері әртүрлі тәсілдер, сондай-ақ білім беру технологиялары арқылы жүзеге асады. Арнайы педагогика ерекше білім алу қажеттілігі бар балаға білім беруде технологиялар мен оқыту мен тәрбиелеу әдістерін пайдаланады. Білім беру технологиясы бұл алдын ала жобаланған педагогикалық мәселені шешуге бағытталған арнайы педагогтың бір-бірімен байланыстыра әрекеттер жүйесі. Педагогикалық технология нақты нәтиже жөнінде кепіл беретін педагогикалық әрекеттерді ғылыми тұрғыдан жобалау. Педагогикалық технология кешені бірігімді процесс. Қазіргі дидактикада әрқилы технологиялар көрініс беріп жүр. Олардың көп түрлі болу себебі әр автор мен орындаушының педагогикалық процеске өзінше жаңалық қосып технологияға өзгеріс енгізуіне байланысты. Жаңа педагогикада технологиялардың түрлі нұсқалары жүзеге асырылып нәтижелі көрсеткіштермен сипатталады. Жаңа технологияларды іздестіру бұл жинақталған тәжірибені бекіту тәсіліндегі объективті құбылыс екенін атап өткен жөн. Егер классикалық технологиялар белгілі білім мазмұнын меңгеруге, оның деңгейіне сүйенсе, бүгінгі таңда жаңа технология білім алушылардың танымдық әрекетін және метатанымдық дағдыларын қалыптастырып дамытуға негізделген болар еді. Оқытудың мақсаты білім алушылар адамзат тәжірибесін игеруде. Оқыту әдісі мақсатқа жетудің саналы түрде қолданылатын тәсіл мен ал мақсатқа жету мұғалімнің шеберлігіне, оның оқыту процесін тиімді ұйымдастыра білуіне, білім алушылардың даярлық дәрежесіне, мұғалім мен білім алушының белсенді педагогикалық ынтымақтастығына байланысты. Оқыту процесінің нәтижесі ең алдымен білім алушылардың оқыту әдістерін ұйымдастыруға тәуелді. Сондықтан мұғалімдер оқыту әдістерін жетілдіру үшін түрлі әдістерді қолданады. Оқыту әдістері арнайы зерттеу негізінде топтарға бөлінеді. Оқыту әдістерін әртүрлі белгімен топтастыруға болады. Мысалы, оқыту кезіне байланысты жіктеуге болады. Білім алудың алғашқы кезеңіндегі әдістер, білімді бекіту кезіндегі әдістер және дамыту әдістері деп бөліп көрсетсек болады. Арнайы педагогиканың дидактикасы жалпы педагогиканың әдістерін қолдана отырып, өзінің арнайы әдістерін ажыратады. Олар логикалық әдістер, гностикалық әдістер, репродуктивті әдістер. Логикалық әдістер индукция, дедукция жолымен оқытуды көздейді. Гностикалық әдістер іздестіруге байланыстырылған әдістер. Репродуктивті әдістер еске түсіру, қайталау әдісі арқылы жүзеге асады. Бұл әдістер жалпы мектепте дербестілік жолымен болса, арнайы мектепте тек мұғалімнің жетекшілігімен ғана жүзеге асырылуы ықтимал. Арнайы оқыту әдістерінің жіктелуі жалпы педагогиканың әдістерінің жіктелуімен бірдей. Ол жіктеу бойынша әдістер 3 топқа бөлінеді. Сөздік әдістер тобы, көрнекілік әдістер тобы, практикалық әдістер тобы. Бұл топқа бөлінудің білім алудың негізгі танымдық іс-әрекеті жетекші жолы ретінде қарауға болады. Сөздік әдістер тобына әңгімелеу, әңгімелесу, түсіндіру, кітаппен жұмыс істеу жатады. Әңгімелеу мұғалім мен оқу материалын бірізділікпен баяндайды. Ол үшін материалды айқын, сенімді етіп бейнелейді. Әңгімелеу әдісіне қойылатын жаңа педагогикалық талаптар. Әңгімелеу мазмұны маңызды оқу бағдарламаларға талапқа сәйкес болуы тиіс. Мұғалім әңгімелеумен бірге сурет, көрнекілік пайдалануы мүмкін. Әңгіме оқытудың ең көп тараған әдісі әңгіме әдісі.
әңгіме әдісі сабақта сұрақ жауап түрінде және сабақтың кез келген кезеңінде қолданады. Үйдегі және өз бетімен жұмысты тексергенде, жаңа материалды түсіндіргенде, бекіту мен қайталауды, үй жұмысын қорытындылағанда, оқытушылардың сұрақтарына жауап бергенде тағы сол сияқтылар. Түсіндіру әдісі ғылыми дәлелдемелерде, ғылыми ұғымдар мен қағидаларды қалыптастыруда, заң мен заңдылықтарды зерттеуде қолданылатын негізгі әдіс. Бұл әдістің басты мәселесі ой-пікірдің логикалық, ғылыми дәлдігін көрсетеді. Көрнекілік әдіс. Оқытудың көрнекілік әдістеріне көрнекі құралдарды пайдалану жолдары жатады. Көрнекі құралдар оқу материалын түсінуге елеулі ықпал жасайды. Білім алушы ойының мазмұны мен құрылымын анықтайды. Себебі кез келген көрнекі құрал түсіндірмелі талданады. Зерттелген мәселе бойынша негізінен қосымша көз қайнары болып табылады. Арнайы мектеп білім алушыларының қабылдауы, психологиялық ерекшеліктері, көрнекілік әдістерін жүзеге асырудағы өзіншілігін, ерекшелігін анықтайды. Шеру әдісі әсіресе жаратылыстану сабақтарында жиі қолданады. Яғни тәжірибелерді, приборларды, препараттарды, табиғи нысандарды, кино, фильмдерді, тағы басқаларды көрсету арқылы жүзеге асады. Иллюстрация. Бұл әдістің көмегімен білім алушыларға иллюстративті құралдарды, яғни плакаттар, карталар, суреттер, портреттер, карталарды көрсетуге болады және осы арқылы балалардың ойын дамытуға болады. Бақылау әдісі. Бұл әдісті пайдаланып, білім алушылар білімнің тапсырысы бойынша өз бетімен жұмыс жүргізеді. Бақылау жұмысы сынып бөлмелерінде, химия, биология пәндерінің, мектептің оқу тәжірибесінде, аймақтарында, еңбек, ботаника пәндерінен берілген тапсырмалар бойынша жүргізіледі. Бақылау мәліметтерін білім алушылар үнемі жазып отырады, ал оның нәтижесі сабақта талқыланады. Түзету әдісі. Педагогикалық жұмыстың нәтижесі көрнекілік әдістердің практикалық әдістермен бірге қолданған жағдайда жоғарылайды. Оқыту тәжірибелік әдістеріне білім алушылардың икемділігі мен дағдыларын қалыптастыру мен жетілдіру процесіне байланысты әдістер жатады. Практикалық және лабораториялық жұмыстарды білім алушылардың көбінде еңбек, сурет, табиғаттану сабақтарында, мектеп жанындағы балабақшаларда орындайды. Жұмыстар нақты тақырыптар бойынша білім алушылардың алдын ала жақсы дайындығымен өтеді. Білім алушылар алдын ала еңбек және басқа да оқу құралдарымен жұмыс істеу, қауіпсіздік ережелері, еңбекті ұйымдастыру мәдениетімен таныстыру қажет. Білім алушылар өз бетімен жұмыс жасау барысында практикалық тапсырманың шешілу тәсілдерін өздері іздеп табу қажет. Ал керек кезінде міндетті түрде мұғалім қалай орындалып жатқан бақылауға міндетті. Жаттығулар білім алушылардың іскерлік қабілеті, дағдысы жаттығу жұмыстарының процесінде қалыптасады. Жаттығулардың түрлері: ауызша жаттығу, жазбаша сыныпта, үй жағдайында орындалатын жаттығулар. Жаттығулар арнайы мектептерде білім алушылардың жасаған қателіктерін түзетуге мүмкіндік береді. Кемтар балалар үшін жаттығулардың қиыншылығы мөлшерлеу қажет. Түрлі нұсқаларды пайдаланған тиімді. Арнайы мектепте практикалық жұмыстардың түрлері түрлі және әлеуметтік тұрмыстық бағыттау, заттық тәжірибелік оқыту сияқты сабақтарында жиі қолданылады. Практикалық әрекетінде мұғалім білім алушылардың біріккен әрекетін ұйымдастыру формалары өте маңызды болып табылады. Қорыта келе, сабақта әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдану, жетілдіру, ілімі мен білімінің дамуы, адамзат өркениетінің өлшемі. Олай болса, арнайы білім беру үдерісі үнемі жетілдіріп, жаңартылып отырылуы қажет. Жаңа технология мен әдіс тәсілдердің көмегімен білімді, іскерлікті, дағдыларды игеру процесінде тұлғалық қасиеттердің дамуында нәтижелі шешімге жету мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. Зиятында ауытқуы бар балалардың ой өрісін кеңейтіп, дүние танымын қалыптастырады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше